Витаминдік бомба дәстүрлі медицинада итмұрынды тура осылай атап кеткен және жағымды себептермен өте танымал болған итмұрын өсімдігі буындар үшін ең жақсы компонент. Итмұрыннан шеміршек тінінің қалпына келуіне және буындардың жұмысына ықпал ететін заттар бар. С витаминінің көп мөлшеріне байланысты итмұрын көптеген ауруларға арналған тамаша дәрі болып табылады. Сонымен итмұрынның қандай пайдасы бар? Олар қандай аурулардан және оны қалай дұрыс қолдану керек? Сонымен қатар итмұрын кімге зиян тигізуі мүмкін? Арнаны ауыстырмаңыз. Бейнені соңына дейін көрсеңіз, осы сұрақтардың барлығына жауап алатын боласыздар. Және роликтің соңында біз сіздермен емдік рецепттермен бөлісетін боламыз. Итмұрынның пайдалы қасиеттері. Итмұрын асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады. Бұл жердегі үлкен плюс, мұның барлығы бүйрек тініне теріс әсер етпейді. Итмұрынның арқасында қандағы жаман холестерин мөлшері азаяды. Осылайша атеросклероздың таралуына жол бермейді. Итмұрын құрамындағы каротин иммунитетке оң әсер етеді. Ал дәрумендер кешені қанның ұю процестерін реттейді. Капиллярларды нығайтады. Сонымен қатар С витаминінің 100% сіңіруіне көмектеседі. Итмұрын жидектерінен қайнатпалар, спирттік тұнбалар дайындалады. Шай мен атвар қайнатылады. Ондай дәрі-дәрмектер туберкулез, скарлатина, сүзек, ас қорыту жүйесі мен бауыр аурулары үшін қабылданады. Итмұрынның қайнатпасы жалпы күшейтетін әсерге ие. Тіндердің регенерациясын күшейтеді, тамырлардың өткізгіштігін азайтады, көмірсулар мен минералдардың алмасуына қатысады, қабынуға қарсы қасиеттерге ие. Органикалық қышқылдар мен флавоноидтардың арқасында өт және зәр айдағыш әсерге ие. Атвар қабыну белгілерін жою үшін зәр жүйесіндегі тас жиналуда да тиімді болып келеді. Итмұрынның тұқымына негізделген өнімдер диареядан жақсы көмектеседі. Халықтық медицинада итмұрын майы әртүрлі шыққан дерматиттерді, трофикалық жараларды емдеу үшін жақсы қолданылады. Итмұрын қандай ауруларға көмектеседі? Бірінші, буындардың шеміршек тінін қалпына келтіруге. Итмұрын қайнатпасы жедел артроз, ревматоидты артрит және буын аурулар кезінде шеміршекті қалпына келтіруге тиімді көмектеседі. Бірінші рецепт. 10 итмұрын мен 1 ас қасық карина жидектерін алыңыз. Барлығын жақсылап шайыңыз. Ал итмұрынды сарымсақ ұсақтағышымен езіңіз. Содан кейін бәрін ыстық сумен құйыңыз. Бірақ ешқандай жағдайда қайнаған су құймаңыз және түнге қалдырыңыз. Мұндай эликсирді ауырсыну синдромы толығымен жойылғанша дейін күніне 1 рет ішіп отыру керек. Екінші рецепт. Кептірілген жемістерді сумен жақсылап шайып, кептіру керек. 20 грамм ұсақталған жемістерді алыңыз. Термосқа салыңыз және жарты литр қайнаған су құйыңыз. Оны 10 сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін дәке көмегімен сүзіп алыңыз. Дайын өнімді таңертең және кешке тамақтанудан 15 минут бұрын 200 мл-ден ішіп отырыңыз. Емдеу курсы 1 ай. Кейін сіз 1 айлық үзіліс жасап, артынша курсты қайталауыңыз керек. Сусын буындардың жұмысын жақсартады, ауырсынуды жояды. Екінші, гипертониядан. Итмұрын қан қысымын тиімді төмендетеді, қан тамырларының серпімділігін қалпына келтіреді және жүрек тамыр жүйесінің жұмысын қолдайды. Мұны істеу үшін 2 шай қасық итмұрын мен долана жидектерін, 1 ас қасық мүкжидек пен арония жидектерін алыңыз. Барлық ингредиенттерді жақсылап араластырыңыз және алынған қоспаның 3 шай қасығын 1 стакан қайнаған сумен қайнатыңыз. Содан кейін оны 1 сағатқа қалдырыңыз. Кейін сұйықтықты сүзіп алу керек. Дайын тұнбаны тамақтанудан 20 минут бұрын 100 мл-ден ішіп отыру керек. Үшінші, суық тиген кезде. Итмұрын сусындарын тіпті балаларға да ішуге болады. Суық тию кезінде шай немесе атвар температураны төмендетуге, қабынуды жеңілдетуге, буын мен бұлшық ет ауырсынуларын жеңілдетуге көмектеседі. С дәрумені патогендік вирустарды және бактерияларды тежейді. Тамырлар мен шырышты қабаттарды нығайтады, қан айналымын ынталандырады. Бірінші рецепт. Итмұрын, түймедақ гүлдері, липа гүлі мен ива талының қабығын тең пропорцияда дайындаңыз. Бәрін ұсақтап мұқият араластырыңыз. 1 ас қасық қосындысы шөптеріне 1 стакан қайнаған су құйыңыз. Қақпаны жауып 20 минут қайнатыңыз. Содан кейін сүзіп сығылу керек. Дайын тұнбаны күніне 3 рет. Стаканның 3-тен 1 бөлігін тамақтан 20 минут бұрын ішіп отыру қажет. Екінші рецепт. 4 ас қасық кептірілген итмұрынды мұқият ұсақтап 3 қасық табиғи балмен араластырыңыз. Жарты литр арақ құйыңыз. Контейнерді мықтап жауып 10 күн бойы жылы, жарқын жерге тұндыруға жіберіңіз. Дәке арқылы сүзіп алыңыз. Дайын өнімді тамақтанғаннан кейін күніне 2-3 рет 1 десерт қасықтан алып отыру керек. Терапия курсы 2 апта.
Маңызды. Балға аллергия болған кезде бұл рецептті қолдануға болмайды. Төртінші, панкреатит кезінде. Итмұрын жедел және созылмалы панкреатитті емдеуге арналған емдік диетаға енгізілген. Белсенді фитоқосылыстар қабынуға қарсы әсер етеді. Ұйқы безі жасушаларының құрылымын қалпына келтіреді. Панкреатит жүрек айнумен, құсумен, белдеудегі ауырсынулармен бірге жүреді. Итмұрын атвары осы белгілерді жеңілдетуге көмектеседі. Ал оны ауырсыну синдромы басылғаннан кейін ғана іше бастайды. Емдік сусын дайындау үшін 200 грамм жаңа піскен жидектерді алып, оларды 1 литр сумен толтырыңыз. Жемістерді баяу отта шамамен 30 минут пісіріңіз. Алынған атвар салқындатылған қайнаған сумен 1:1 қатынасында сұйылтылады. Сусын 3-4 сағат бойы тұндырылады. Одан кейін 3 рет 100-150 мл жылы күйде ішіп отыру керек. Бесінші, атеросклероз кезінде. Итмұрын жүрек пен қан тамырлары жұмысына пайдалы әсер етеді. Метаболизм процестерін жақсартады. Бұл өсімдіктің жемістері қандағы жаман холестерин деңгейін төмендетуге ықпал етеді. Оның қан тамырларының қабырғаларына түсуіне жол бермейді. Атеросклероздың алдын алу және емдеу үшін 5 шай қасық итмұрын, 3 шай қасық сұр сизо және ежевика жапырақтары, 2 ас қасық жалбыз, 4 шай қасық жабайы құлпынай жапырақтары мен жидектері және 1 ас қасық қарапайым аналықты алу керек. Барлығын мұқият ұсақтап араластырыңыз. 2 ас қасық дайын қоспаны алыңыз және жарты литр қайнаған су құйыңыз. Контейнерді сүлгімен ораңыз. 3-4 сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін сұйықтықты сүзіп алып, күніне 3 рет жарты кеседен ішіп отыру қажет. Алтыншы, витамин тапшылығы және созылмалы шаршау кезінде. 2 ас қасық ұсақталған итмұрын, таңқурай және брусника, 1 ас қасық ұсақталған және кептірілген қарақат жапырақтарын дайындаңыз. Рецепт үшін сіз жаңа және кептірілген немесе мұздатылған жемістер мен жидектерді пайдалана аласыз. Барлық ингредиенттерді араластырыңыз. Жарты литр арақ құйыңыз және қараңғы жерде бөлме температурасында 10 күн бойы тұндырыңыз. Содан кейін өнімдерді сүзіп алып, күніне 3 рет тамақтанғаннан кейін 1 десерт қасықтан ішіп отыру керек. Емдеу курсы 3 апта. Жетінші, жүрек аурулары кезінде. Кішкене күште лимонды қабығымен бірге ұнтақтаңыз. Нәтижесінде алынған ұнтақтарды 1 ас қасық жаңа мүкжидек пен 1 ас қасық жаңа ұнтақталған итмұрынмен араластырыңыз. Оларға 1 стакан сұйық бал қосыңыз. Мұқият араластырыңыз. Дайын өнімді күніне 2 рет 1 ас қасықтан жеп отыру керек. Сегізінші, қант диабеті кезінде. Итмұрын инсулинге сезімталдылықты арттырады. Қандағы глюкозаның күрт өсуіне жол бермейді. Сондықтан қант диабеті кезінде өте пайдалы. Осылайша жемістердің қайнатпасын қолдану қант деңгейін тұрақтандырады. Тұнбаны күніне 3-4 рет ішіңіз. Ал рұқсат етілген тәуліктік норма 150 мл құрайды. Тоғызыншы, диарея кезінде. Итмұрынның құрамында байламды таниндердің болуына байланысты диареяға өте тиімді болып келеді. Жемістердің атварын қолдану ағзадан токсиндерді, қорытылмаған тамақ қалдықтарын кетіруге, витаминдердің деңгейін қалыпқа келтіруге және де ішектегі шырышты қабықты қорғауға жақсы көмектеседі. Нәжісті қалпына келтіру үшін 1 ас қасық кептірілген итмұрын тамырын алыңыз. 500 мл ыстық су құйыңыз және кем дегенде 15 минут пісіріңіз. 2 сағаттан кейін дайын өнімді күніне 3-4 рет 150 мл тұтынып отыру керек. 10-шы, цистит кезінде. Итмұрын қабынуға қарсы иммунитетті күшейтетін және зәр айдағыш әсерге ие. Олар тіндердің регенерация процесін жеделдетеді. Бүйрек пен қуықтағы тастардың еруіне және олардың жойылуына ықпал етеді. Циститті емдеу үшін итмұрын, жолжелкен жапырақтары, жасыл сұлы сабаны, ақ қайың бүршіктері, цикорий тамыры мен құс гореці және чабрецті алыңыз. Кептірілген түрдегі барлық ингредиенттерді тең пропорцияда алу керек. Жақсылап араластырыңыз және қоспаның 2 ас қасығына жарты литр қайнаған су құйыңыз. Баяу отқа қойып 10 минут қайнатыңыз. Әрі қарай 2 сағат ұстаңыз. Сұйықтықты сүзіп алып, күніне 4 рет қабылдау керек. Ал енді итмұрынның зияны мен қарсы көрсетілімдері туралы айта кетейік. Итмұрынның бірқатар қарсы көрсетілімдері бар. Олар асқазан мен 12 елі шектің ойық жарасы, асқазан сөлінің жоғары қышқылдығы мен гастрит. Сондай-ақ жеке төзімсіздігі бар адамдарға оның негізіндегі қайнатпалар мен дәрілік заттарды сақтықпен қолдану керек. Жүрек қан тамырлары аурулары бар адамдар итмұрынды қабылдағанға дейін кардиологпен кеңесу керек. Өйткені жидектердің белсенді заттары қанның ұюына байланысты проблемалар тудыруы мүмкін. Өт айдағыш әсер
холелитияздың өршуіне әкелуі мүмкін. Жүкті және бала емізетін әйелдер итмұрынды мұқият қабылдау керек. Өйткені қайнатпалар мен тұнбалар және итмұрынға негізделген басқа құралдарды шамадан тыс пайдалану ісіну, жүрек айну және күдіргі сияқты асқазан проблемалар түріндегі жағымсыз салдарды тудыруы мүмкін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.